Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен осындай қып-қызыл еттері жұмсақ әрі дәмді болып шығатын нағыз борщтың рецептімен бөлістім. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қалай дайындалу керек екенін көріп алыңыздар, және де отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Өте ұнайды, өздеріңізге де осындай дәмді қып-қызыл әрі өте керемет болып шығады. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Онда бастадық. Алдымен қазанымызға суымызды құйып аламыз да, және де өздеріңіз қалағанша ет, сүйек, қабырғаларын салсаңыздар болады, өте дәмді болады. Жіліктің майын салсаңыздар да өте күшті болып шығады. Енді газге қойып, көбіктерін қайта-қайта аламыз. Көбіктер біткенге дейін 2-3 рет қайнап, бетінде көбіктері шығады. Соның барлығын тазалап алып, астын жай етіп, жарты сағатқа қайнатып қоямыз. Бетін жауып, және де бізге қажетті заттар сіздерге барлығын описанияға бөліміне жазып қалдырамын. Жарты сағаттай қайнады. Біздің жаңағы етіміз уже майлары шықты. Жаңағы заттарымызды турап саламыз, және де 2 жапырақ лавровый лист саламыз. Ол біздің кез келген сұйық тағамдардың дәміні дәмдеу үшін өте әдемі, дәмді қылып береді. Енді капустамызды, бізде бұл жерде жарты капуста жетеді. Егер отбасыларыңыз үлкен болса, көптеу салсаңыздар болады. Менде осындай арнайы капустаны салонка етіп турайтын пышақ бар, сатып алсаңыздар болады. Өте арзан тұрады. Базарлардан көрсеңіздер, турағанда ыңғайлы, немесе пышақпен де осылай ұсақтау етіп, осындай турап аласыздар. Майдалау етіп, салонка етіп, міне барлығын турап алдық. Жартысының өзінен бізде осындай бірталай капуста шығады. Енді жарты сағат қайнады. Жаңа біздің сорпамыз полный 1 сағаттай қайнап шықты. Дәмдеріңізге қарай тұз саласыздар. Жаңағы капустамызды салып, астын жай етіп қоямыз. Енді 1 штук пиязымызды 1 ожаудай май құйып, табамызға қуырып аламыз, кішкене қызартып. Сәбізімізді осылай теркадан шығарып аламыз. Теркадан шығарылған борщқа салсаңыздар өте әдемі болады. Арасында үлкен болып, неприятный болып шықпайды. Және де жақсылап әбден қуырылғаннан кейін қызылшамызды салып, жақсылап оны да қуырып аламыз. Бізде жақсылап қуыру қажет. Егер 1 ожаудан аздау май құйсаңыздар, бізде сәбізіміз бен қызылшамыз қуырылған кезде түсі де, реңі несі бәрі өте аштау болып қалады. Сондықтан жақсылап 1 ожаудай толтырып май құйып, жақсылап қуырып аламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Қуырып болғаннан кейін жаңағы қайнап тұрған борщымызға, тамағымызға, яғни барлығын салып аламыз. Табаны ішіндегі майларына дейін полный сыдырып салыңыздар, ішінде май қалмасын. Біздің сорпамыздың дәмі осы қызылшамыздың қуырылған майымен өте күшті болады. Осымен тағы да 15-20 минут жай етіп бұқтырып қоямыз. Біздің почти, қараңыздар, тамағымыз дайын болды. Осындай керемет болып шығады түстері, дәміне есі. Енді нағыз украинский борщ дейсіздер, міндетті түрде дайындап көрулеріңізді кеңес беремін. Пісіп қалған кезде уже кішкене бетіне зелін турап салсаңыздар болады, өте керемет болып шығады. Осымен біздің борщымыз дайын болды. Ары кетсе уақыты 1,5 сағатқа қарай дайын болады біздің тамағымыз. Полный борщ жасағанға міндетті түрде, бірақ жаңағы қызылшамен сәбізімізді теркадан шығарып, майға қуырып, осылай бөлек-бөлек етіп істеп көріңіздер, өте күшті болып шығады. Тамақты енді өздеріңіз қалағандай етіп сүзіп аласыздар кеселеріңізге. Міндетті түрде дайындап көрулеріңізді кеңес беремін. Ас болсын баршаңызға. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер сіздерге видеом ұнаса, пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып, парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецептілермен бөлісемін. Ішіндегі құйрық май салсаңыздар да осындай күшті керемет болып шығады. Және де бетіне зелень турап саламыз. Бұл біздің тамағымыздың дәміне дәм беріп, өте керемет болып шығады. Осымен біздің тамағымыз дайын. Және де сметана немесе майонез қосып араластырып ішсеңіздер, қызыл бұрыш, қара бұрыш етіп өте күшті болады дәмі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сұлқымардың асханасында болғандарыңызға рахмет. Менімен баршаңызға рахмет. Ас болсын.